Мен жаңа ауылға көшіп келген болатынмын, достар. Мені таныстырып кетейін. Бұл менің үйім. Мені кішкентай болса да, менде қанша изумруд? 10 изумруд бар. Мен, достар, рыбалкада жұмыс істеймін. Қазір біз сол именно рыбалкаға баратын боламыз. Так, инвентарымда не бар? Так, мен, достар. Бұл, достар, біз кеттік. Менің ауылым кішкентай. Так, мен каждый 10 балыққа 2 изумруд аламын, достар. Күніне, если мен 10 балық ұстасам. Так, мен, достар, біріншісін лақтырамыз, достар. Ұзақ күтемін, достар, мен рыбалкадан. Так. Блин, достар, шатастырып алдым кнопканы. Так, лақтырамыз, күтеміз. Мені балықтар, давайте балықтар. Түсіңдер, балықтар. Опа, достар, мені бірінші біздің лосось, достар, мені лосось. Мені осындай. Жарайды, достар, сіздер ұзақ күтесіздер, балық ұзақ істелінеді, сол үшін кішкене күте тұрыңыздар. Достар, что-то бүгін вообще балық жоқ, достар. Қанша тұрсам да балық жоқ, достар. Так, біз енді үйіме барып, осы балықтардың бәрін қойып келейік. Мені рыба фугу деген, және сырая треска бар, лосось бар, достар. Осының бәрін сундукқа қойып келіп, мен сіздерге өз жаңа көшіп келген деревняны таныстырайын, достар. Так, мен алдына балық ұстап жұмыс істеп 10 изумруд алған болатынмын, достар. Так, сырая треска бәрін мына қоямыз, міне. Так, қоямыз. Оп. Так, и, достар, мен тағы жанында өзіме огород істеп алған болатынмын, мен, достар. Пока ештеңке өспеді, достар. Күтеміз өскенін. Так, фермерлер, мені голем бар, достар. Мен мынандай ұрсам, храм бар, білмеймін, әйтеуір мынандай. Мені, достар, кішкентай ауыл өзі, достар. Мені мынау менің атым, достар. Атын қалай қойсақ болады, достар? Так, мынау менің көршімнің үйі. Бір житель тұрады осы жақта, біз онымен сөйлестік. Нормальный житель екен. Оның үйі үлкен. Мына жақта балконы бар, өте күшті үй, достар. Так, міне екінші балконы бар, өте үлкен үй, бірақ ішінен қарағанда кішкентай болып көрінеді, достар. Так, мысықтар, міне мына жақта шошқа мен сиыр бірге тұрады екен. Так, мынандай үй бар, міне. Достар, үстімен қарасақ, бұл кішкентай ауыл десек те болады, кішкентай. Но зато қандай ауыл, күшті ауыл, достар. Так, айтпақшы, достар, мен еще... Достар, кешіріңіздер, артық дауыстар шығып жатса, ол менің інім. Мен осылай аламын, достар, и наны алам. Бұлай қоямын. Опа! И менде пшеничка бар. И мен тамақ беремін, достар, қорадағы малдарға. Наларға мысалы. Налар уже симай кетті, тамақ. О, балалар да өсіп кетіпті өздерінің. Ойбай. Малыш. Болды, сендерге жетет болды. 4 пшеница бердім. Нақты шу лава бар, достар, астында. Абайлау керек лаваны, ше. Кеттік, достар, храмға кіріп көрейік. Храмға кірмегеніне көп болды. Мен вообще мына зданияға кіріп көрмеппін, достар. Бұл ауылда мен екінші күнім осы ауылда. Мені кірдік. Бұса ауылды мені бұлай көрсетсем болды сіздерге. Мені 1, 2, 3, 4. 4 үй өзімізде, достар.
Ана жақта балық аулайтын жер бар, ана жақта балық аулайтын жер бар, достар. Өте күшті бірақ. Так, ойбай, қалай? О, достар, міне түсіп баратыр, достар. Бірақ мен мұсылманмын, достар, храм деймін. Жоқ. Әшім высотадан көрсету үшін, достар, сіздерге. Міне голем, міне фермер, в общем. Достар, мен бәрімен достасып алғам. Ана жақта лава водопад қараңыздар. Так, достар, мен шахтаға барам деп шештім, достар. Шахтаға барамын, а то менде ештеңке жоқ, бірақ бұл не үшін керек булыжник, достар. Мен үйімді таныстырып кетсем, міне. Мен айына бір где-то мына үйге бір 5 изумруд төлеймін коммуналкаға, достар. Коммуналкаға 5 изумруд төлеймін, достар. Мен қараңыздар, мынандай кішігірім үй. Мен ішіне міне верстак бар, міне сундугым бар, мынандай отыратын бар, міне кровать. В общем, бәрі сет, бастысы крыша над головой. Бірақ мына соседімнің үйі өте күшті екен, достар. Тағы барлық үйлерді кіріп таныстырып кетейін сіздерге, достар. Міне жүріңіздер. Так. Міне достар, мына жақта міне осындай кішігірім үйін ал, міне мысалы. Так, что-то менің неді анау соседім бір рет орманға кеткен, соға әлі жоқ, достар. Білмеймін не үшін екен. Сундук. Бірақ тиіспей-ақ қойын енді сундукқа, достар. Мынау да күшті екен, екке біріккен өте күшті екен, достар. Анау да өте күшті. 2, 3, 4. Бұл, достар, осымен үйлер бітеді. Осындай кішігірім ауыл, достар, міне. Тура ауылдың ортасына бізде мынандай фонтанчик бар, достар. О, фермер, қалайсың? О, голем. Міне ферма, достар. Мынау торговля, не торговать етеді қойық. Маған бұның бәрі керек емес, достар. Так, достар. Үйімізге барып, мен кішкене ұйықтап алайын, достар. Өте қатты ұйықтағым келіп тұр. Так. Ұйықтап алайыншы. Достар, уже ояндым, ё-моё. Ё-моё, достар, мен оянғанша қараңғылап кетті ғой уже, достар. Ё-моё, достар, мен оянғанша уже қараңғылатып кетті ғой, ё-моё, достар. Менің вообще совсем ұйқым келіп тұрған жоқ, достар. Міне, так, мен жүріп қайтқым келіп тұр. Кішкене бір ормандарға барып. Бірақ қазір бармай қоямын, достар, керек емес қазір, достар. Мен, достар, біз ұнайтпаған қатты. Ауылдың бәрі көрінеді. Так, все, достар. Ұйықтаймын мен. Ұйықтап, келесі күні қайттан жұмысқа бару керек, достар. Кеттім жұмысқа. Менде 3 жұмыс десек те болады, достар. 3 жұмыс. 3 жұмыс, достар. Оп, так. Қайттан ұйықтайтын болам, достар. Так. Пшеницаны алайын да сундугыма салып қояйын, достар. Достар, қаларыңыз қалай? Міне мен уже ояндым. Так, міне. Достар, далаға шығайық. Достар, осымен мен видеоны аяқтайын деп шештім. Сіздермен болған мен Сәрсенбек Нұрым. Және міне осы ауыл. Бұл ауылдың аты, достар, бізде. Деревня.
Деревня номер 9 достар. Деревня номер 9, 9 номердегі деревня. Өте кішкентай ауыл, бір анаяққа қарай тағы бір 400 километр жүрсең тағы бір деревня шығады. Оның атын білмеймін, бірақ ол үлкен деревня, бірақ мен ол жақта вообще совсем тұрғым келмейді достар. Мына деревня өте күшті достар. Жарайды достар, сіздермен болған Сәрсенбек Нұрым. Бұны қайттан қайталап отырмын. Барлықтарыңызға пока. Пока.